Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 27 сабақтың тақырыбы дауыссыз К мен Г. Сабақтың мақсаты К, Г әріптерінің емлесін сақтап жазамын. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтаймын. 36-шы жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Достық ұлы туымыз. Дос бауыр көп, досқа ол жоқ, айқара ашық есігі. Ұл отаным, гүл отаным, тыныштықтың бесігі. Тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз. Туыс бар да, құрыштан да берік біздің іргеміз. Өлең не туралы? Өлең достық туралы. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой достыққа берік болу, бірге болу, достықты сақтау. Қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Бұл сөздерде қандай дыбыс өзгеріске ұшыраған? Оның себебін түсіндір. Өлеңде қарамен жазылған сөздер есігі, бесігі, тілегі, жүрегі деген сөздер. Енді бұл сөздерде қандай дыбыс өзгеріске ұшыраған? Барлық 4 сөзде де К дыбысы негізі өзгеріске ұшырап тұр. Яғни сөз соңында К дыбысынан кейін дауысты Э дыбысының келуі себепті 4 сөзде де К дыбысы Г дыбысына өзгерген. Есік, есігі, бесік, бесігі, тілек, тілегі, жүрек, жүрегі болып өзгерген. 37-ші жаттығу. Көм нүктенің орнына К, Г әріптерінің тиістісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Халқымыздың сенімі, жақсылардың серігі, күрес жерде шыныққан ағаларға мен іні. Бұл жерде бос әріптердің орнына Г әріпі мен К әріпі қойылды. Серігі күрестерде. К, Г дыбыстары туралы білетініңді есіңе түсір. К дыбысы дауыссыз қатаң дыбыс. Г дыбысы дауыссыз ұяң дыбыс. Сөз соңында К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келетін болса, К дыбысы Г дыбысына өзгереді. Өлеңде серік сөзі қандай өзгеріске ұшырағанын айт. Серік сөзінің соңында К дыбысынан кейін дауысты Э дыбысы келуі себепті К дыбысы Г дыбысына өзгеріп, серігі болып жазылған. 38-ші жаттығу. Сөздерді топтастырып жаз. Сөздерді 2 топқа бөліп жазамыз. Бірінші топ бүршік, жиек, кірпік, киік, тілек, түлек. Екінші топқа көлігі, тірлігі, еңбегі, бүйрегі, үйрегі, көйлегі деген сөздер жатады. Біз бұларды қалай топтастырдық? Бірінші топтағы сөздер бұлар ешқандай дыбыстық өзгеріске ұшырамаған сөздер. Екінші топтағы сөздер дыбыстық өзгеріске ұшыраған сөздер болып топтастырылады. 39-ші жаттығу. Бос тор көздерге тиісті әріптерді қойып, шыққан мақалды оқы. Бізде 4 тор көздері берілген. Осы әр тор көздің жоғарғы жағында бірнеше белгілердің көріп тұрмыз. Және де ең жоғары жағында белгілер және де оның астында әріптер бейнеленген. Енді осы белгілерге қарап біз әріптерді орналастырамыз. Бірінші тор көзде бізде күннің суреті берілген. Соның астында Б әріпі тұр. Демек біз бірінші тор көзге Б әріпін орналастырамыз. Екінші жалаушаның суреті тұр. Екінші оның астында Ә деген әріп тұр. Демек екінші тор көзге біз Ә әріпін орналастырамыз. Дәл осылай әрбір белгінің астында әріпке қарап біз тор көздерді толықтырамыз. Нәтижесінде бізде бірлік болмай, тірлік болмас деген мақал шығады. К дыбысына аяқталған сөздерге Ә дыбысын қосып оқы. Сол сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Мақалдағы бірлік сөзі бірлігі, тірлік сөзі тірлігі болып өзгертіледі. Енді осы сөздерге қатыстырып, сөйлем құрауымыз керек. Біз бірлігі мен тірлігі жарасқан үлкен әулетпіз. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.